Қайырлы күн баршаңызға. Жаңа жылда осындай керемет салат дайындап, өзіңіздің жақындарыңызды қуантыңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін тамашалаймыз. Бізге керегі піскен қызылша, картоп, сәбіз, жұмыртқа, майонез және де селедка. Ең алдымен терканың өте ұсақ бөлігінен осылардың барлығын алдын ала өткізіп дайындап қоямыз. Картоплымызды, сәбіз, жұмыртқа, және де қызылша. Фольга немесе пищевой пакеттің көмегін қолданамыз. Менде фольга болмағандықтан пищевой пакетті қолдандым. Және де свекланың екінші бөлігін осылай өте жұқа қылып турап дайындап қоямыз. Өте жұқалап туралған қызылшаларды осылай видеода көрсетілгенде жайып шығамыз. Оның үстіне теркадан өткізілген свекланы саламыз. Майонезді жағып шығамыз. Одан соң картошкамызды осылай жайып шығып, оның да үстінен майонезбен жабамыз. Сәбізімізді салып, тағы да майонезбен үстін жабамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Ең соңғысы, осылай селедкаларды дәл ортасына қойып шығамыз. Жақсылап осылай орап шығамыз. Әдемі формаға келтіреміз. Менде пищевой пакет болғандықтан тағы да бір қабат қылып орадым. Жақсылап нығыздап, кемінде 1 сағатқа тоңазғышта қалдырамыз. Міне біздің ең жұмсақ салатымыз дайын болды. Бұны жасасаңыздар, міндетті түрде сіздердің дастархандарыңыздың көркін ашады. Әдемілеп осылай кесіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең соңында осылай майонездің көмегімен әсемдеп сәндеуге болады. Достар, осы салатты міндетті түрде жасап, өздеріңіздің жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!